Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін екі түрлі пирог жасауға кеңес беремін. Біреуі сүзбелі, біреуі лимон қосылған пирог болады. Екеуі де бір қамырдан дайындалады. Ол үшін бізге қажетті заттар қаймақ, жұмыртқа, қант, май және ұн. Ең алдымен қаймағымызға жұмыртқамызды салып және қантымызды салып бір келкі болғанша араластырып аламыз. Содан соң осы араласқан массамызға шай қасықпен ас содасын және 1-2 тамшы уксус қышқылын құйып жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл да қопсытқыш ретінде жүреді. Ұнымызға майымызды салып, бір келкетіп, кружка болғанша араластырамыз. Бұл рецепттің толық нұсқасын описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Өздеріңіз сол жерден қарап, асықпай жазып алып, немесе содан қарап жасай берсеңіздер болады. Жұмсақ, қолға жабыспайтын жағымды қамыр илеп аламыз. Бұл қамырымызды тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Салмасын дайындағанша 2-ге бөлеміз. Біреуі сүзбелі, біреуі лимонды пирог дегенімдей. Лимонды пирог үшін мен 1 дана лимонымды алып, 1 стакан қант қосып, жақсылап араластырып алдым, ет тартқыштан өткізіп. Қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Үлкендеу бөлігін формамызға жайып, лимон салмасы осындай болып шығады. 1 дана лимон, 1 стакан қант жақсылап араластырып, осылай пирогымның салмасына салып аламын. Қамырымыздың кішкене данасын жайып, содан соң ұзын-ұзын бөліктерге бөліп, бұл пирогымызды әрлеу үшін жасалып жатыр. Осылай кесіп аламыз да ромбик ретінде әрлейміз. градуста 35-40 минутта дайын болады. Сіздердің пештеріңізге қарайсыздар қалай екен. Менде 35 минутта пісіп шықты. Осылай жан-жағын жабыстырып бекітіп аламыз. Өте дәмді пирогтардың бірі. Жасап көріңіздер. Осылай болып пісіп шығады. Дәмі тіл үйрет, керемет болып шығады. Қамыры да өте дәмді, сочный. Енді келесі кезекте екінші пирогымызды дайындаймыз. Қамырын салмасына 2 жұмыртқа, ірімшік, қант қосамыз. Егер сіздерде блендер болмаса, кәдімгі еліктен творогтарыңызды өткізіп алсаңыздар да болады. Бір келкі болып шығады. Жақсылап блендермен араластырып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Содан соң жаңағы формамызға дайындаған қамырымыздың үстіне бір келкетіп құйып шығамыз. Бұл да 180 градуста 40-45 минутта дайын болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Осылай пісіп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда да талай видеолар шығады.